Қымбат дәрілердің көмегінсіз шаштың түсуіне қалай тосқауыл қоюға болады? Ең қызығы, мұндай жағдайда үйдегі қолда бар қарапайым заттардың көмегі көп тиеді екен. Ендеше бүгінгі материалда үй жағдайында шаштың түсуін қалай тоқтатуға болады деген сауалға жауап іздейтін боламыз. Егер дүкен сөрелерінде самсап тұрған сусабын мен шипамай шашыңыздың түсуін тоқтата алмай жатса, онда үй жағдайында шашыңызды құтқарып көріңіз. Егер осы видеоны көріп отырсаңыз, арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Біріншіден, денсаулығыңыз нашарлап, ағзаңыздың әлсірегенін сезсеңіз, көкөніс пен жеміс-жидек көп жеңіз. Өйткені шаш ағзаға С, Е, Ф дәрумендерінің темір мен амин қышқылдарының жетіспеуінен де түсуі мүмкін. Екіншіден, қоршаған ортаға да мән беріңіз. Шаш күнге күйеді, жел мен шаңды да көреді. Сондықтан шаш әлсіремес үшін аптап ыстықта бас киім киіп, шаштың ұшталған және күйген жерлерін қиғызып отыру қажет. Үшіншіден, сусабынды таңдауда мұқият болыңыз. Олардың құрамында түрлі химиялық зат пен бояудың болатыны барлығына мәлім. Сусабындар мен басқа шашқа арналған жуғыш заттар сан алуан. Оларды иісі, қоюлығы, түсі мен шаш түріне қарай таңдап алуға болады. Реклама дегенмен тұрақты түрде бір затты пайдаланбай, оларды алмастырып отырған дұрыс. Және шашты күн сайын жуып, жиі бояған да зиян екен. Шашыңызға ақ түспесе, мүлде боямай-ақ қойыңыз. Себебі мамандардың айтуынша, бояған сайын шаштың табиғи жылтыры кетіп, ол керісінше реңін жоғалта түседі. Төртіншіден, шаштың күтімі дүкен сөрелеріндегі заттармен шектелуі керек. Түрлі пайдалы шөптер, атап айтсақ түймедақ, жұлжекен, сәлбен, киік оты қайнатпалармен шашыңызды шайып отырсаңыз, жарнамадағыдай жылтырап шыға келеді. Сондай-ақ шашқа, әсіресе оның түбіне жұмыртқаның сарысын, айран, түссіз қына, үпілмәлік пен ошаған майларын шаш жуған сайын кезектеп жағып отырсаңыз, әсерін бірден байқайсыз. Шашыңыз аз түсіп қана қоймай, ерекше жылтырап, сау көрініп, жылдам өсетін болады. Бесіншіден, шаш үлгісін жасағанда фенмен қатты кептіруге болмайды. Әсіресе оны шаштың түбіне тым жақындатпаған дұрыс. Кептіргіш құралды жиі қолданғанда зиян екен, және де кеппей тұрып шашты қатты түйіп тарамау керек. Құрметті көрермендер, видео ұнаса, жақындарыңызбен бөлісе отырып, арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болайық. Ауырмаңыз, деніңіз сау болсын.